Кеш жарық, эфирде Ләззат Нұрлыбек. Қалдарыңыз қалай? Кеш жарық, қыздар қалайсыздар? Қыздар кірсін толық. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум дейді, қалайсыз? Алейкум ассалам. Қандай сұрақтарыңыз бар, жаза беріңіздер. Қалдарыңыз қалай? Азайып жатыр ма, көбейіп жатыр ма? Эфирге адамдар. Өте ұзақ болмайды, қысқа эфир болады, сондықтан кіріңіздер. Тиктокты ашып қойып деп бақшы. Ұмытып кеттім ғой, тиктокты ашып қоямын деп. Қазір сіздер жинала беріңіздер. Мен керісінше мына телефоннан тикток ашам деп едім, мынадан прямой эфир ашайын деп едім, қарашы, ұмытып кеттім. Қалдарыңыз қалай, қандай сұрақтарыңыз бар, кеш жарық, жаза беріңіздер. Тиктоктан да эфир ашайыншы, тиктоктан да аш дейді маған. Тиктоктан да бір ашып жүрейін. Астыға жаза беріңіздер комментарияға, қандай тақырыптарды қарастырайық. Эфир. Қалдарыңыз қалай? Қазір энергия тазалаймыз, космоэнергетикалық сеанс болады. Эфир. Қандай не болып тұр? Тиктокты қосып қойын. Қалдарыңыз қалай? Мұны қайда тұрғыза? Тиктоктан да ашып қойық. Тиктоктан мен бұрын соны шықпаған адам. Ал қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз дейді. Бүгін 30 обнуление дейді Сабира ханым. Қандай сұрақтарыңыз бар? 9 адам басқалар қайда екен? Басқалар что-то жоқ қой? Бастай берейік. Не туралы айтамыз? Не туралы әңгіме айтамыз?
космоэнергетика ма, психология ма, соны айтсаңыздар. Енді мынау Астананың қыздары ертең не күні, воскресенье, демалыс күні мастер-класс болайын деп жатыр, офлайн форматта. Соған қатыссаңыздар болады. Онда не істейміз офлайн мастер-класста? Поле тазалаймын, одан қалды барлығымыз бірігіп медитация жасаймыз. Сосын космоэнергетика туралы түсіндіремін. Одан қалды психологияға қатысты мәселелер. Соның барлығын Майлина 37-те өткізетін боламыз. Сондықтан қатыссаңыздар болады. 2 сотқа тиктокқа қарарымды, инстаграмға қарарымды білмей тұрмын. Тиктоктың қыздары инстаграмға кіріңіздер. Негізі инстаграмға қарап тұрсам. Воскресенье күні сағат 12-ге деп қойып отырмын енді. Сондықтан келіңіздер, кеш жарық. Бар болғаны құны 5000 теңге ғана. Совсем тегін деген болмайды. 5000 теңге минимальный. Соған енді қаншама не аласыздар, услуга. Полияларыңызды тазалаймын, медитация жасаймыз, өсек айтпаймыз, негатив айтпаймыз, саясат айтпаймыз, тек қана жаңағыдай қайтсек өзгереміз, қайтсек дамимыз, мен соны айтамыз. Мен сондай мәселелерді қарастырамыз. Жалпы космоэнергетика деген түсіндіңіздер ме? Космоэнергетика дегеніміз бұл ең бір жаңағыдай адамның энергиясын, полесін, аурасын деп айтамыз. Мен соны тазартатын және соны көтеретін ең бір күшті құралдардың бірі. Адрес Майлина 37. Майлина 37. Ұлы дала плаза бар ғой, не жақ? Алматинский район, Евразия жақ, парктің аты қалай? Жерұйық паркіне қарама-қарсы. Жерұйық паркіне қарама-қарсы, қасында Қарақат студиясы бар міне. Сол жерде 5-ші этажда болады. Әсел ханым жоқ па? Әсел ханым номерін жазып қойық. Немесе менің жаңағы осы неде чатыма кірсеңіздер, WhatsApp чатта, сонда барлық сұрақтарыңызға менің көмекшім жауап береді. Менің қыздарым, командам. Сіздер тіркейді, жазады. Сіздің сеанс ұнап жатыр, рахмет сізге. Рахмет сізге де. Бұл сеанстың не құдіреті бар, соны айтыңыздаршы. Соны айтайыншы деген, соны айтыңыздаршы. Мен енді бұрыннан танитын адамдар ешқандай емші, бақсы, балгер емеспін, біріншіден соған келді. Мен де сіздер сияқты қарапайым адаммын. Тек мамандығым психолог, бірақ енді осылай қалай адамдарға сеанс жасадым. Бұл деген жаңағы Петровтың, ғалымның ойлап тапқан, орыстың ғалымы, соның ойлап тапқан каналдары бар ғой, ашқан, ойлап тапқанда ашқан каналдар ғой, зерттеп ашқан каналдарын, ол бірақ табиғи құбылыс. Канал дегеніміз, энергия дегеніміз, ол космостан түсіп тұратын энергия ғой, онсыз да ол бар табиғи нәрсе. Бірақ соны зерттеп, соған бір жаңағыдай пароль қойып, сөйтіп бізге де бәрін дайындап, уникальный қылып берген. Соны тек қана сіздерге бақыттаймын, бар болған сол. Оны мен қалай үйренсем, оны сіз де үйренесіз. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіздерді соны үйреніп алуға шақырамын. Өйткені бір рет жарайды менің энерготерапияма келіп тазаланасыз, былай тазаланасыз. Бірақ ол сіздерге әрі қарай өміріңізге гарантия болмайды, азық болмайды. Ол адамның энергетикасы, энергиясы, полесі дегеніміз әрбір сәт сайын кіри береді, әрбір сәт сайын энергиямыз жоғала береді, түсе береді. Адамның мінез құлқы құбылған сайын, бір жағымсыз эмоцияға түскен сайын, не бір біз әлсіреген кезде басқа адамдардың қазақта тіл көз деп атады ғой, солардың энергетикасы өтіп кетеді. Сондай уақытта сіз қазіргі заман талабы солай да, сіз өз-өзіңізді реттеп, өз-өзіңізді тазартып сөйтіп алуыңыз керек. Көрдіңіз бе? Сол үшін сол жаңағы әдіс тәсілді космоэнергетика саласын өзіңіз меңгеріп алсаңыз керемет. Бұнда жас талғамайды. Бізде мысалы 30, менің ең жас нешеде? Ада 25-те бір қыз келген екен ғой. Мен көбіне енді 37-тен бастап 68 жасқа дейін, мысалы менен оқып үйренгендер 68 жасқа дейінгі адамдар. Әсіресе біз әйелдер енді 99% бізде әйелдер ғой, неміз
ер адамдар да бар космоэнергетиканы оқитын, бірақ олар онша сене бермейді, бірақ сенсе не өте күшті олар практиковать етеді негізі ер адамдар. Бірақ көбіне сене қоймайды да. Соны мысалы сіз үйреніп алсаңыз, өзіңіздің де энергетикаңыз тазалайсыз, денсаулығыңызды реттейсіз. Одан кейін айналаңыздың да туыс туған бәріне көмектесіз, керемет қой. Одан қалды үйіңізде мысалы бала шағаңыз, жолдасыңыз сенбеуі мүмкін, онлайн жасай бересіз. Бұл энергия деген жеткен шексіз, оны онлайнда реттей беруге болады, түсіндіңіздер ме? Сондықтан сіздерді осы бір нені, бұл өнер ғой, бір өнер. Мысалы біреу тоқыма тоқиды, біреу тігін тігеді, біреу жаңағы қандай ән айтады, біреу өлең шығарады дегендей. Әркімнің бір өнері бар емес, бұл да бір өнер. Біреу массаж жасайды, біреу әдемілеп шаш үлгісін жасайды, прическа жасап, мысалы әркімде әртүрлі өнер ғой. Бұл да бір үйреніп алсаңыз, бір энергия тазалау дегеніміз есе бір өнер, даже кәсіп те қылуға болады бұны. Мысалы онда біз тек қана энергия тазаламаймыз, жаңағы еще не жасаймыз, давление түсіру, геопатогенді зонаны тауып, соны жабу. Одан қалды не? Енді көптеген шаруаларды реттеуге болады онда. Жаңағы машина сату, үй сатуға көмектесу, тағы қандай. Мысалы, әркімнің адамдардың біз 7 чакрадан тұрамыз ғой. Чакралары дұрыс қызметін атқармайтын болды, соларды реттеуге көмектесуге болады. Ақша потогын ашу, мысалы жолым жабылып қалды деп жатады. Тіл дейсіз бе, дуа, жаңағыдай соның барлығын мысалы алып тастауға болады. Енді керемет дүние. Сондықтан осының барлығын сіздер меңгеруге болады. Бірақ енді бір ескеретін нәрсе, мысалы маған курсқа келсеңіздер, мен сіздерге сиқырлы таяқша таратпаймын, оны ары қарай еңбектеніп, жаңа алған әдісін бәрін үйретемін, каналды жаңағыдай сонастройка жасаймын, сонымен ары қарай жұмыстануыңыз керек та. Бұл ешқандай дінге қайшы емес, жаңағыдай ширк емес. Сондықтан енді керемет дүние. Біз әсіресе әйелдер бала шағамызға, отбасымыз үшін, жан жағымыз үшін қатты алаңдаймыз ғой біз. Қазақтарда біздерге туыстық, отбасылық қарым-қатынастар институты жақсы дамыған, біз деген сондай бауырмал, сондай халықпыз ғой. Бәрібір басқа адамдарға алаңдаймыз. Ойбу, тикток деген бірі кіріп бірі шығып жатыр ғой. Не сияқты, проходной двор сияқты. Антонка дейді, Александр дейді, ойбой. Тиктокқа үйрене алмай қойдым. Проходной двор сияқты, кірет шығады сондай. Инстаграмда. Сол қандай сұрақтарыңыз бар тағы? Космоэнергетикаға қатысты. Что-то бүгін қыздар жиналмай отыр ғой. Менің өзімнің қыздарым жоқ қой, командам. Не болған? Зайгүлден бастап жоқ қой. Занятой ма әлде бүгін бір жерде болып отыр ма? Сондықтан енді бұрын тек қана онлайн форматта жасасам, енді офлайн форматта да мастер-класстар жасайын деп отырмын да. Кәдімгідей жүзбе-жүз кездесіп, әсіресе бірінші Астана қаласынан бастайын деп отырмын. Алла жазса, Алматыдан да жасамақ ойым бар. Сол кезде кәдімгі жүзбе-жүз бірімізбен офлайн кездесеміз. Мысалы, кешегі ақылы онлайн марафон болды ғой міне. Соның өзінде қатысқан адамдар айтып отыр, басқаша өтті сеансыңыз, терапияңыз басқаша өтті деп. Ол неге? Өйткені ол жерде бір жағы энергия алмасып жатырмыз да. Ақысын төлеп, тек қана ана жерден бір тегін сеанстан сығалап, мына жерден бір тегін сеанстан сығалағаннан гөрі кәдімгі бір ақысын төлегеніңіз, оның өзі мысалы әсері бар да. Өйткені әр нәрсенің судың да сұрауы бар дейді ғой. Ешкімге жаңағыдай энергетикалық қарызға кірмейсіз, тек қана тегін нәрсемен шапқылап жүруге болмайды, ол тегін нәрсе азық болмайды. Сондықтан өзі оны мен айтпасам да білесіздер ғой, мысалы өмірден сізге ақша керек па, алу үшін адам бере де білу керек қой, бере де білу, сосын бергеніңізге қарай ақша табасыз. Екі жаққа қарап сөйлей алмай отырмын бүгін. Тиктокқа үйренбеген. Екі қайықтың басын ұстаған суға кетеді дей ме? Мына жағым бүгін адам жиналмай жатыр да, еще тиктокты қосып отырмын. Өз-өзім тиктокқа үйретемін деп.
Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Сол. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жаңағы өзін-өз танумен, дамытумен айналысып жатырсыздар ма? Алдында сіздерге мен практиковать етіп көрсеттім қалдым. Ой, жақсы ол. Мына бақылаушы дәптері сияқты өзіңіз қолдан сызып, толтырып, өз өміріңізді өзіңіз реттесеңіз болады. Мен бұрын 31 жасымда бүгін пост салдық қой, жаңа қыздар салды. Мен жайлы дегенде, мен кіммін деген. Сонда фотомды көрген шығарсыздар, листать етіп қарадыңыздар ма жаңа карусельді. Сол кезде жаңа менің шашым қысқа кезіндегі түрім қандай этаптардан өттім, соның барлығы анық, өтірік емес, кәдімгі шынымен фотосымен, видеосымен бейнеленіп тұр. Осы қазіргі мына шашымды мысалы ұзын бұрынғы өсіріп алғанның өзі көзге көрінетін нәрсеге сенеді ғой. Шашым мысалы қандай қысқа болғанды көрдіңіздер, соның өзіне мысалы медитация жасап, психологияның қатысы бар, мен соның дәлелі ретінде. Соның барлығына мен үнемі эфирлерінде айтам, өз-өзімді дамытумен, өз-өзімді реттеумен, айналамдағы адамдармен алыспай, тек қана өзімнің ішіме үңіліп, өзімнің ойымды, өзімнің сөзімді, өзімнің ісімді, өзімнің энергиямды бақылап, тазартып, реттеп, соны дисциплинада сақтаудың арқасында, мысалы, көптеген өзімнің үлкенді кішілі, өзімнің жаңа армандарыма сай, мақсаттарыма жетіп, жетістіктерге жеткен жайым бар, соның барлығын жаңағыда еңбек арқылы, сабыр арқылы, бір жағы жаңа білім арқылы жетті. Мен сонымен бір жағы тек қана жаңа өз тәжірибем емес, бір жағы психолог маманмын, кәдімгі дипломы бар. Сонымен адамдарға қазір кеңінен насихаттап, кеңінен таратып жүрмін. Мен де бұрын неге тегін өткізбейді деп ойлаушы едім дейді. Ақысын төлеген жақсы екен, көзім жетті дейді. Жақсы білімдер келеді екен, бұл факт дейді. Міне, Сабира ханым, рас. Бұрын мен де, сізде болсаңыз, мен де сөйтіп тегін нәрсені айналшықтап жүрдім ғой. Мен мысалы, негізі өзіңді біреумен салыстырма, өзіңді өзіңмен салыстыр дейді. Бірақ енді сіздерге түсінікті болу үшін үнемі мысалы Құралай ханымды мысал қалам да. Құралай ханыммен бастапқы біздің точкамыз ұқсастау. Мысалы, ол кісі көп балалы ана, мен де солай ауылдан шыққан, тіпті колледжде сабақ берген, мен де солай колледжде сабақ берген жолдасымыз бар дегендей. Сол кезде ол кісі енді қазіргі нәтижесі, точкасы менен анағұрлым дамып кеткен, оны мойындау керек. Қай жағынан болса да, авторитет, беделді, қазір бренд деп айтамыз ғой, мысалы, Құралай ханым десе бәрі біледі, Ләззат ханым десе екінің бірі білмейді. Одан қалды қаржылық жағдай жағынан болсын, жалпы мына бет әлпет, өзін-өзі дене бітім, фигура деп айтамын, сол жағынан да болсын да, мысалы, менен алды, жасыратын жоқ. Ол ненің арқасында бір жағы, ол ешқандай өсек емес, өзі айтып отырады, мысалы, мен деген жылдар бойы тегін нәрсені айналшықтап жүрген ғой. Өйткені бір жағы мектепте сабақ оқыған, отличница, керемет нем бар, бәрін білем деген менмендігім бар. Бір жағы жадыныс деп айтайын, ақша шығаруға жоқпыз да ондай. Одан да мысалы көбісі адамның санасы жабық кезде білімге ақша салса, мысалы білім береді, бірақ қолына мысалы зат бермейді. Одан да мысалы көйлекке ақша төлесек, деп көйлекті аламыз ғой. Соны мысалы қателесті, көйлек деген не, ол білім деген не? Шындығында білімге көбірек ақша салуымыз керек қой. Енді сол жылдар бойы тек қана кітап оқып, тек қана тегін видеоларды көріп, яғни жүйесіз білім алғанда, ешкіммен энергия алмаспаған. Ал енді мысалы Құралай ханым тыңдаса, Мәскеуге де барған, анда да барған, мында да барған, кәдімгі жолына ақша төлеп, еңбектеніп, қатысатын семинар, курсына ақша төлеп, өзін кәдімгі шынымен өзіне вложениесі жасаған, оны күнделікті күйбең тірлікте активно дейді, белсенді түрде пайдаланған, мен соның арқасында результат налицо. Ал енді ештен кеш жақсы дейді, мысалы менің осылай өзімнің дамуыма, өзімнің біліміме ақша салып бастағаныма бір 4 жылға енді кетті. Соның өзінде сол 4 жылға кейінгі өмірім жер мен көктей, шынымен жүйелі білім алса адам, соны күнделікті күйбең тірлікте пайдаланса, біреумен өзіңнен энергиясы, білімі, тәжірибесі жоғарғы адаммен ақшасын төлеп, ақысын төлеп энергия алмаса, міне адамды өсіреді екен. Соны мен өз басымнан жемісін көріп отырмын. Мысалы, соны кім де мойындап отыр? Сабира ханым да мойындап отыр.
Сабира ханым 1,5 миллион курсына қатысып жатсыз, сіз, көрдіңіздер ме? Оған дейін мысалы қаншама курсқа қатысты. Сондықтан солай енді бас салып қарызға кіріп курстан курсқа секір деп жатқан жоқпын, бірақ жалпы естеріңізде болсын, әр нәрсенің өтемі бар, әр нәрсенің төлемі бар. Мысалы мені есептемеген өзінде жаңағы менің табысым азайды бірдеме деп оны ойламай ақ қойсын. Өзіңіз үшін мысалы мен тегін алсаңыз да оны сіздің түп санаңыз қабылдамайды екен. Біздің түп санамыз тегін нәрсені, өйткені біз нанның өзін сатып алып үйренгенбіз да. Тегін еш нәрсе жоқ қой. Тегіннен тегін еш нәрсе жоқ. Бәрібір ол кәдімгі білім болып, азық болып адамға дарымайды екен. Соның өзін көзім жетті. Мысалы кеше күні кеше мысалы осыған дейін мысалы қаншама тегін сеансқа қатысып жүрген қыздар кеше жаңағы ақылы 10 мың теңгелік менің онлайн марафоным өтті ғой. Соған қатысқандағылар бүгін қандай сеанс жасадыңыз дейді. Сол сеанс тек қана бұл жерде айырмашылығы сіз ақысын төледіңіз. Сіз яғни энергетический қарызға кірмедіңіз, түп санаңызбен мен ақша төледім деп достойно қатыстыңыз 10 мың теңге. Мен болсам бұл кісілерден ақша алдым деп мен де бір кішкене жинақылықпен неткен шығармын, мен білмеймін. Бірақ сол күндегі осындай эфир, осындай жаңағындай сеанс жасаған, бірақ мүлдем басқаша қабылданып жатыр. Көрдіңіздер ме? Тағы бір дәлелі. Сондықтан еш нәрсе бір қалыпты тұрмайды. Не алдыға жылжисыз, не кері кетесіз. Екеуінің бірі. Осы еш нәрсе қаз қалпында тұрмайды. Сондықтан әйтеуір бірнеше әсіресе қазіргі жанталасқан заман өзгеріп жатыр, адамзат дамып жатыр дейді ғой. Мысалы бұрынғы адамдарда емес. Мысалы қазіргі біздің балаларымыз мүлдем басқаша, Біз әсіресе СССР кезінен шыққан адамдар бізде жаңағыдай блок дейміз бе, шектеу өте көп. Мысалы біздің кезімізде ондай алып сата, жаңағыдай бизнеспен айналысу, ақша табу деген мысалы дұрыс нәрсе болып саналған жоқ қой. Біз ондай торгаш, тағы не дейтін едік, бірдеме деп сөйтіп қайта жақтырмай қарайтынбыз, бізде жаңағы коммунистік партия, бәріміз бір плановый біз сондай тәрбиемен өскен адамдармыз ғой. Бізге қазіргі рыночный экономикаға ілесу, қазіргі заманға бізде өте көп шектеулер бар. Жаңағы ата-анадан алған тәрбиеміз бар, өзіміз сондай ортада өстік. Бізге мысалы ақшаны неде өсірді біздің ата-анамыз? Көп ақшаға жолама, бәле болады. Ақша қолдың кірі, тағы не сондай нәрселер ғой. Байлар арамдар дегенде арамдықпен табады деп қана мысалы солай тәрбиелейді бізді. Сондықтан оның барлығы подсознанияға жазылған программа оңайлықпен кетпейді екен. Жазылар кезде жазылып қалады. Сол сіздің өміріңізді басқарады әрі қарай. 95%-ке жоқ дегенде подсознаниядағы, түп санадағы программа сіздің өміріңізді басқарады. Сіз қанша тырысып жанталасып қарыздан құтылам, ақша табам, байқуатты өмір сүрем деп 2 жұмыс, 4 жұмыс, бизнес ашып, бір жауып сөйтіп жүресіз, бірақ сіздің қаржылық жағдайыңыз дұрысталмайды. Неге? Өйткені түп санада сізде мүлдем ақшаға қатысты байлықтың емес, кедейліктің программасы тұр. Солай, мысалы денсаулыққа қатысты да, мысалы ана врачқа барып, дәрігерге барып, мына дәрігерге барып, жанталасасыз, талпынасыз, тырбандайсыз, бірақ нәтиже бермейді, толықтай жазылмайсыз. Мысалы бір жеріңіз жазсаңыз, екінші жеріңіз шығады. Мысалы көбіне әйелдерде миома болады ғой. Бір жерден мысалы миомасын алып тастаса, екінші жерден басқа бір миома шығады дегендей. Бір жерден өтіңізден тасылса, бүйрегіңізден тас шығады деген. Оның бәрі неге? Өйткені түп санаңызда сіздің мен аурумын деген программа тұру мүмкінді. Ал біз дәрігерлерді медицинаны алып тастамаймыз, бірақ ол да керек, бірақ мынандай энергетикалық тұрғыда әсер ететін бір инструментті пайдаланбасақ өте қиын. Қазіргі заман талабы солай. Өйткені медицина ол тек қана себебін емес, салдарын ғана алады да, салдарын ғана. Әбден уже ауру, мысалы бір жеріңізде тас бар ма, бүйрегіңізде, сол бүйректегі тасты ғана алады, бітті. Ал ол бүйректегі тас түзілгенше, ол сіз қаншама оның бір себептері бар ғой, ол бірден сіздің бүйрегіңізге барып тастық болған жоқ қой. Ол бүйрек бұзылу үшін, бір тастар жиналу үшін, немесе толып жатқан қандай ауруыңыз бар, мысалы миома болу үшін, миома өсіп шығу үшін, ол қаншама сіз оған дейін психоэмоционалды түрде бұзылдыңыз ғой. Сіздің мінез құлқыңыз бұзылды, қарым-қатынас бұзылды, барлығы сөйтіп салдарынан сіздің денсаулығыңызға әсер етіп отыр ғой. Соның барлығын қайтадан түпкі себебін алмасаңыз, бір жерін демдесеңіз, екінші жерден шығады,
екінші жерден десеңіз үшінші жерден шығады дегендей. Сосын мысалы бәрібір түптеп келгенде сіз өзіңізді танумен, өзіңізді дамытумен айналыспасаңыз, мысалы адамдар жүреді таң қалатын, мысалы жүгіріп жүреді жаған таласып, не десең, не проблема десең, осы бір ауруымнан жазылсам өмірім гүл болады деп. Біреу жүреді, осы қарыздан құтылсам керемет боламын. Біреу жаңағындай немен алысып жүрген, күйеуімен, енесімен, жұмысында бір қазылып жүрген адамдар болады. Қарым қатынасым реттелсе бір керемет боламын деп. Ол шындығында бәрі бір-бірімен тығыз байланысты да. Оның ең түпкі себебі сіздің бірінші сіз психоэмоционал түрде, яғни мінез құлқыңыз бұзылады да. Біреу мысалы агрессивный болып кетеді, біреу жаңағыда жылаңқы, жертва состояниеға түсіп кетеді, біреу іштар, біреу қызғаншақ. Бірінші сіздің қарапайым тілмен айтқанда мінез құлқыңыз бұзылады. Содан кейін барып жаңа сіздің энергияңыз кесіледі, аураңыз сәйкесінше қара негативті энергетика бірте-бірте сізде жинала береді. Одан кейін жаңағындай сіз уже әлсірегесін, сіз эмоциональный әлсіз болған кезде басқа адамның тіл көзі деп айтамыз ғой, яғни негативті энергетикасы спокойно дейміз ғой, сізге өтіп кететін болады. Одан кейін қара негативті энергетика қалыңдап әрі қарай қоюланып, мысалы ол үлкен массаға, тығыз массаға айналады. Сосын әрі сіздің қиял ғажайымыз бар, анауыңыз бар, мынауыңыз бар, сонымен бір пішінге, формаға енетін болады, жаңағы сушин жымпалекет дейміз ғой. Міне сосын әрі қарай онымен тоқтаймын, әрі қарай оған энергия керек. Сіздің уже ағзаларыңызға бас салады. Ана жерден онкология, бұл жерден бірдеме шыға келеді, шизофрения болып неше түрлі. Онымен тоқтамайсыз. Әрі қарай ол чакралардың қызметін бұзады, жаңағыдай қуат көздерінің. Адамда 7 қуат көзі болады, чакра. Соны бұзады. Сосын олардың қызметі бұзылса, әр чакраның өзінің атқаратын қызметі бар, мысалы әсер ететін, сіздің өміріңізге әсер етеді. Соның барлығы жұмысын дұрыс жасамаған кезде барасыз да ауру болып, жолым жабылып қалды деп шыға келеді ғой. Жолым жабылып қалған, ауру болып, қарым қатынасы быт-шыт, ақшасы жоқ, сондай адамға айналып шыға келесіздер. Енді оның барлығын реттеу үшін қайдан басталды түбі? Сол жаққа қарай жүруіңіз керек қой. Оны адамдар жоқ. Бөлек-бөлек ембейді. Мысалы, осы бір операция қоймай, өтін алдырып тастайды, тасын алдырып тастайды, жаңағы бүйрегіндегі. Ана жерін реттеп, онкология болса жаңағыда химия алып, сөйтіп алысып жүреді. Құртек қана жаңағыдай робот сияқты денсаулық деп. Немесе қарызға кіріп кеткен адам сол ақшаның соңында жүреді. Осы қарызым жапсам өмірім гүлденеді деп. Сондай мәселе. Ол шындығында өте бір-бірімен тығыз байланысты. Біз адам дегеніміз уникальный, ерекше бір кәдімгі саналы материямыз ғой. Бізде тек қана дене, бас, аяқ, қол ғана емес. Бізде біз тылсым әлеммен байланыстымыз. Бізде ой бар, бізде сезім бар, бізде тағы не, ой, сезім, энергия бар бізде, қуат бар не. Соның барлығын реттеуіміз керек те. Біз робот емеспіз, бір жеріміз, мысалы, қолымыз істемей қалды ма, жарамсыз басқа не салып алатындай, қол салып алатындай. Сондықтан оның барлығын теориясын сізіне түсінгенмен, енді қайтадан қалпына келтіру дегеніміз ең қиынның қиыны. Күнделікті күйбең тірлікте, жанталас өмірде бір қияли нәрсе сияқты болады да. Ол өзгерістің барлығы міндетті түрде басында тука нелер, тамаша бірдемелерде, шаншарларда мазақтап күледі ғой жаңа. Барлығы басында ол міндетті түрде жасанды түрде болады. Коучтарды мазақ қылады ғой. Сен бірінші елестет, арманда, астында машинам бар деп жаңағыдай бір не. Астында Геленваген бар, астында Геленваген бар деп жаңа Нұржан Төлендиев мысалы мазақ қылады ғой. Енді ол ойын-шыны арқылы шынымен өзгерістің басы солай жасанды түрде болады, искусственный түрде болады. Как будто керемет кавычканың ішіндегі ақылдылар, мен керісінше ақмақтар деп айтамын. Бәрі білгіштер ғой қазір. Сөйлетсе бәрі ақылды. Бәрін бір жерден оқып алған, бір жерден бірдеме көріп алған логика 5%-ның айналасында ақылды, бірақ түп санасы бірақ быт-шыт өзінің несі әрі қарай егер қазбалап зерттесең, түп санасы іріп шіріп жатыр, мия ашыған жаңағындай
клиент жаңағы негативті программаға толы, бірақ 5% логикамен ақылды да, типа ақылды. Сондай өзіңе ақыл айтады. Соның бәрін эгосы көтеріледі, ақылдылығы бар, өзің жаңағы кавычкадағы керемет эгосы бар, бәрін білгішпін деп, енді ананы қайтадан бала сияқылды, кішкентай бала сияқылды, бастауыш класстың баласы сияқылды реттеуің керек қой, өз-өзінің өміріңді қайтадан жаңағы ойларыңды, сөзіңді, сезіміңді медитация жасап, бүйтіп-сөйтіп, соған жаңағыдай соны істеуге арланады, немесе жалқауланады, сырттан біреу өмірін өзгертеді деп ойлайды, немесе курстан курсқа секіреді. Біреуге мысалы осы бір коучтың сабағын сатып алып, сол қазір мен қатсам 3 күн, 1 күн, 5 күн, сосын сол менің өмірімді өзгертеді деп ойлайды, өзіне ешқандай не алмайды, жаңағы ответственность алмайды. Соның салдарынан жылдар өте береді, ол жасқа жас қосыла береді, ауруға ауру қосыла береді, қарызға қарыз қосыла береді, жаңағы шиеленіскен қарым-қатынас тіпті шиелене береді, жаулар тіптен көбейеді, жаңағы бәрімен жау болып алады, айналасымен, жұмысында да, үйінде де, бәрімен. Сосын арты осылай болады, арты жақсы болмайды. Енді ол үшін жаңағы сол ең андай переломный момент дейме, сол қиын да. Мысалы мен қанша жерде мысалы 18 жыл стажым бар десем де, қаншама жаңағы өз-өзімді реттеп, мысалы 32 миллион қарызым жаптым, шашымды өсірдім, тіземді жаздым, тағы ол енді сыртқа қаншама үлкенді кішілі негізінде толып жатыр ғой. Соның барлығын қанша менде опыт болса да, сол жағынан 18 жыл бойы бір нәрсені мыжып жүрсем де, мендегі пендеміз ғой, біз пенде дейді ғой, біз кез келген осының алдында ғана, осыдан 3 күн бұрын ба, 2 күн бұрын, мен мысалы 3-4 күн стресске түсіп шыққан адам. Сол кезде менде қаржылай түсім де тоқтады, көңіл күйім де бұзылды, қарым-қатынас та уже дұрыс болмай бастады. Жеті ағайын дейді ғой, как только сенің энергияң түсіп, уже миың ашып, жаңағыдай стресске түсе бастайсың, уже денсаулығым да сыр беріп, өтім ауырып, мен уже бұзыла бастадым, көрдіңіздер ме? Сондықтан бәрі өзімізге байланысты. Сол қанша мысалы опытым бар осы өзін-өзі тану саласында, керемет білгішпін, барлық саланы білем, осы кереметтін деп айтпаймын, бірақ басқа осы именно психология, яғни өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту саласында, құдайға шүкір, 18 жыл жаңағы мыжып, жаңағы айналысып жүрген жаңағы тәжірибем бар, білімім бар. Соның өзінде де мен мысалы бақылаушы дәптерін алып толтырып, әрбір жаңағы ойымды, сөзімді реттеп, жаңағы өзімнің тәртібіме, қай уақытта ұйықтаймын, қай уақытта тұрам, көңіл күйімді қалай ұстадым, тазалық мәселесі дейсіз бе, бұнда не жоқ, өзі бәрі бар. Дұрыс тамақтану, медитация жасау, жақсы қарым-қатынас, жоспарлы іспен айналысу, алғыс айту, көтеріліп көңіл көбейін, жан-жақты өзімді бағалап жүрмін. Мысалы міндетті түрде мынаған жазбасаңыз, жалпы кәдімгі қатаң түрде дисциплинаға алып өз-өзімді, өйткені менің бұрынғыдан да үлкен, бұрынғыдан да мен үшін жаңағы биік асқар тау сияқылды жаңағыдай алдыма қойған арманым бар. Мысалы бұрын қанша, мысалы 32 миллион қарызым жаптым, 25 миллионды қойдым, цель 10 мақсат 10 таптым, енді одан да биік не қойып отырмын да, цель қойып отырмын. Мысалы соның барлығын, сол қойған биік целімді, мысалы қазіргі ләззат, ол менің мақсатымда, мен кішкентайым, енді өзімді не істеймін, өзім енді бұдан артық өспеймін ғой, физически денем болсын, жаңағы не істеймін, бұдан басқа 2 қолым бар, 2 аяғым бар. Мен қалай өсем? Мен энергетически өсем, энергиямды өсірем. Одан қалды энергиямды өсірем, одан қалды білімімді өсірем, санамды өсірем, сол жағын өсірем да. Ал физикалық денемнің несін өсірем? Болды, сол 2 қол, 2 аяқ, 1 бас дегендей. Қайта бұрынғы 31 жасындағы ләззатпен қазір 49 жастағы ләззат, енді мен кәріммін ғой. Сол жағынан өсуім керек та. Сосын көбісіміз не қоямыз ғой, мысалы мақсат қоямыз ғой. Мысалы айтып отырмын, басында 32 миллион қарызымды үкіметке жаптырдым, жаңағыдай әртүрлі бір программа. Мысалы соның өзі маған оңай ғой. Одан кейін 25 миллионды қойдым. Енді мысалы 25 миллионнан қазір мен бәленбай есе, мысалы 10 есе деп айтайықшы, 10 есе тағы цель қойып отырмын да, мақсат. Негізі ол енді ақшамен есептемеу керек, бірақ
оның енді орны бар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін мыжып айтып отырмаймын, анау ақшамен айтайын. Ақшамен ыңғайлы болады да. Сол қойған мысалы 10 есе, мысалы бұрын 25 миллион ақшаны табу үшін мен не деп айтайын, мысалы 10 рет өліп тіріліп деп айтайыншы. Қазақта әдемі сөз жоқ, 10 рет өліп тіріліп, яғни мен мысалы сол 25 миллионды маған біреу мә деп лақтырып жүрген жоқ қой. Ал мә, Ләззат, саған керек осы 25 миллион ба, мә келді бір теріп ал деп айтқан жоқ қой. Ол 25 миллион табу үшін менде қаншама бәрі немесе мә, ойбай, біз Ләззат 25 миллионға цель қойыпты ғой, мақсат қойыпты. Біз давай шетімізден 300 мыңнан, 200 мыңнан, 10 мыңнан жинап берейікші деп маған ешкім жаңағыдай бірігіп жинап атқан жоқ қой. Мә, Ләззат, мә деп. Ол қазіргі заманда мысалы ешкімді алдай алмайсыз. Бәрі ашық, ғаламторда ешқандай жаңағыдай адамдар жаңағыдай әбден аферистерге алданып болған ешкімге алданбайды, сондай заман. Мысалы қазір кімге алданамыз? Оның барлығы еңбек, мысалы жаңа 25 миллион табу үшін мен қаншама барлық істеген іс-әрекетім керемет, ешқашан қателеспеген адамбыз. Бірде жеңем, бірде ұтылам, бірде жаңағындай мені қиналатын сәттерім болады, бірде күшті болып кетеді. Мысалы мысалға айтайын, 10 рет өліп тірілсем, жаңа 10 рет бір тұрып, ама енді бұдан 10 есе артық мақсат қойдым ғой, одан 10 есе қымбат, 10 есе құнды. Мысалы онда жаңа 10, мысалы 25 миллионда 10 рет өліп тірілсем, анда значит 100 рет өліп тірілем деген сөзім ғой. Мен адамдар соған дайын болу керек та. Мен сол кезде ғана жетеді. Мысалы мен саналы түрде түсініп тұрмын. Мысалы мен бұрын 25 миллионға сондай болды ғой, мысалы. Мен түсініп тұрмын. Енді одан мен 10 есе цель қойсам, мен одан бұрын мысалы 10 рет өліп тірілсем, енді 100 рет менің алдымда өліп тірілу деген енді кавычкада, одан мысалы 10 емес 100 менде қиындық тұр алдымда. Одан 10 есе қиындық мені күтіп тұр. Мен соған дайын болуым керек. Көрдіңіздер ме? Сол мысалы сіздер өздеріңізге цель қойған кезде неге мысалы мақсатымыз орындалмайды, неге кейін кетіп қалып жатамыз? Соған дайын болмаймыз да біз. Соны түсінбейміз. Сондықтан адам жаңағы ол мысалы мен бұрын мысалы 25 миллионды тапқан Ләззатқа энергия, яғни жанар жағармай ғой, энергия дегеніміз. Қуат, қанша қуат керек болды, мысалы 10 литр бензин деп айтайыншы, енді энергияны бізге түсінік тілмен. Мысалы 10 литр бензин керек болса, анау енді одан да көп 10 есе үлкен менің мақсатыма жету үшін 100 литр бензин керек болады да. 10 есе көп энергия керек маған. Көрдіңіздер ме? Соны ойлай беріңіздер. Міне соны тездететін, мысалы бұрынғы заманда мен істедім, бұрынғы заман деп қояды. Жаяу жүру, медитация жасау, одан қалды аффирмация айту, алғыс айту. Мысалы сонымен 18 жылым өтіпті, 18 жыл. Ендігі Ләззатта мысалы енді өзім 49-50 келіп қалдым. Тағы 18 жыл күтетін менде уақыт жоқ. Жасыратын жоқ. Балаларым өсіп жетіліп қалған, өзім бәрін жеткізу керек. Сол үшін мен керемет бір жаңағындай құрал деп айтам, керемет бір адамға автоматтандыратын, тездететін, энергияны жылдам көтеретін, жылдам тазартатын бір уникальный құрал космоэнергетика болыпты да. Космоэнергетиканың каналдарын, космоэнергетика прям жармасып отырғам содан да. Күніне мысалы қазір мен 3 сағат бөліп бастадым. Өйткені ол космоэнергетиканың каналдары адамды на клеточном уровне, әр клеткаңызға әсер етіп, тазалайды, көтереді. Керемет уникальный нәрсе да. Чакралардың жұмысы деп отырмыз ғой, қуат көздерінің жұмысы. Мысалы, маған ақша керек па? 3-ші энергоцентр, 3-ші қуат көзі асқазанның үстінде, мысалы, тікелей адамның қаржылық жағдайына әсер етеді. Мысалы, осы чакраңыз, осы қуат көзіңіздің қызметі дұрыс болмаса, сіздің ақша потогыңыз жабылып қалады. Оны енді қай дәрігерге барам, мысалы, жаңағындай, егер осындай қосымша бір космоэнергетика бірдеме оқымасам, қай врачқа барайын? Терапевтке барайын ба? Кімге барайын? Невропатологқа барайын ба? Мен чакрамды дұрыстап беріңізші деп. Чакрамдың жұмысын реттеп беріңізші деп. Сондықтан заманына сай, қазір энергия заманы деп атамыз, энергияның көтерілген заманды, осындай бір білімдерді алуға тура келеді. Көрдіңіздер ме? Сол үшін мен мысалы осы 1 жылдан асып кеттім, энерготерапия дейді ғой, космоэнергетикамен
активно белсенді түрде айналысып жүрмін. Өзіме де көмектесіп жүрмін, өзімнің бала шағама да көмектесіп жүрмін айналамада. Сондықтан қалыс қалмаңыздар, кірісіңіздер. Одан қалды бұл жерде космоэнергетикада, мысалы басқа курстарға салыстырғанда, онда мыжитын не жоқ, теория жоқ. Бұнда практика. Мына диваннан тұрып, 5-я точка дейді, бір жеріңізді көтеріп, бірдеме істеу керек та бұнда. Мыжитын сөз жоқ, бүйткенде де сөйткенде, сөйткенде де бүйткенде деп жаңағы. Онда вот готовый, вот мысалы МРТ, КТ-ға барып сіздіге барып мыжы бірдеме айтпайды, аппаратқа салады да, өзіге тарс-тарс салады да, міне мына жеріңде мынандай ауру, мына жеріңде мынандай ауру деп кәдімгі тездетіп айтып бермей ма? Сіздің тіліңізді қарап, ән жеріңізді қарап, температураңызды өлшеп сөйтіп мыжымайды. Бірден мына жеріңде мынандай бірдеме бар, мынандай жерде бір ісік бар, бірдеме миома бар деп айтып бермей. Сол сияқылды космоэнергетикада ол жаңағыдай әндететін, мыжитын нәрсе емес. Ғалым Петровтың ашқан каналдарына тұрасыз, өзіңізді кәдімгі өзінің әдісі, тәсілі бар. Енді оны курста айтамыз, мына жерде мен қалай айтамын, бәрібір түсінбейсіз, оны айтуға да болмайды. Сол кезде соның астына тұрып жаңағыдай өзіңізді тазартасыз. Енді ол канал, энергия дегенге сенбесеңіз, онда мынау неге де сенбей ақ қойыңыз. Мысалы, біреуіміз жаңа жазғансыздар ғой, мына менің постым астына, біреу Алматыдан, біреу Шымкенттен, біреу Тараздан, мен Астанадан, тіпті жаңа Өзбекстаннан да, Қырғызстаннан да қатысып жатады, мысалы қыздар, Моңғолиядан қатысып жатады. Қалай мысалы бір-бірімізбен байланысып жатырмыз? Арадағы толқындар арқылы, яғни вибрация деп айтуға, толқын деп те айтуға болады, жиілік деп те айтуға болады. Физика, кішкене басы жұмыс істету керек. Ешқандай ширк емес, өтірік ана жалқаулардың ісі, ойбай, Аллаға серік қосу, бірдеме. Медитацияда бұл да ешқандай мүлдем дінге қатысы жоқ. Бәріміз, мысалы, Құдайға шүкір, мен де мұсылманмын, мен де бір Аллаға сенемін. Әрбір ісімді бастар кезде ішімнен бір Аллаға нетіп алам, сыйынып алам, ол белгілі нәрсе. Сондықтан ол өтірік, ширк, мирк деген ол жалқаудың ісі. Ондай әңгімені айтсаңыз, онда жүре беріңіз онда. Ешқашан өзгермейсіз деген сөз де. Не деп жасам, қымбат қой, космоэнергетикаға қосылайық десек дейді. Енді әр нәрсенің сұрауы бар. Әр нәрсенің сұрауы бар. Ол біз сіздерге қайта Раушан ханымның шәкірттері, адам көрсіз, арзандатқан сайын нете береді. Раушан ханымнан, мысалы, біз сізден анағұрлым, мысалы, қымбатқа оқыдық, 2 есе қымбатқа оқыдық. Қазір одан да қымбаттап кетті, мысалы. Енді біз, мысалы, Раушан ханымның, мысалы, мен шәкіртімін, ол кісі 10 жыл практиковать еткен ғой. 10 жыл қаншама кәдімгі скорая помощь, жедел жәрдем сияқты қаншама адамдарға көмектескен ғой. Өзі Раушан ханыммен қатар отырғанда өзі энергетикасы білінеді. Қаншама адамдарға көмектескен, қаншама адамдарға жаңағыдай медицина жазылмайды деген аурудан жазған, мысалы, ол кісі. Енді сол кісіден, мысалы, біз оқыдық. Мен ең алғашқы магистрмын. Енді сол кісіден 2 еседен артық арзанға беріп отырмыз ғой. Енді оны енді алмасаңыз, енді білмеймін. Әр нәрсені, ол деген значит, біз өспегенсіз де, бөпе позицияда. Енді таңдауыңыз өмір деген таңдаудан тұрады. Мысалы, мен де бұдан да, мысалы, қымбат үйде тұрғым келеді. Мен бұдан да, мысалы, өмірімнің сапасын жақсартқым келеді. Мен біреуге барып қымбат үйге барып айтпаймын ғой. Мен осы үйді, мысалы, алғым келеді. Бірақ мына үйіңіз қымбат, алайын десем деп айтпаймын ғой. Алсаң ал, алмасаң ғой. Сол сияқты дүние ғой. Сол сияқты өмірдің өзі таңдаудан тұрады. Өмірдің өзі жаңағы. Енді онда тым болмаса, жаңағы өзіңіз танумен, дамытумен айналысыңыз. Мысалы, мен 18 жыл өзіммен алысып келе жатырмын. Өз өміріммен, өзіммен, өз-өзімді реттеп келе жатырмын. Өсу керек та, бұнда өсу. Бұл жерде космоэнергетика қымбат қой деп айтпауыңыз керек сіз. Бірінші, өз-өзіңізді нетуіңіз керек, бағалап, мойындауыңыз керек. Сіздің қай жағыңыз дұрыс, қай жағыңыз дұрыс емес. Өз өміріңіз, өзіңізге ұнайсыз ба, ұнамайсыз ба? Ұнамасаңыз, өмірімді өзгертуім керек. Ал мен өзгерем деп шешім қабылдайсыз одан кейін. Одан кейін шешім. Енді әрі қарай сіз өзгеру үшін істеуіңіз керек, дамуыңыз керек. Даму үшін істеуіңіз керек, білім алуыңыз керек. Мысалы, мен құрақ құрау, тігін тігу дегенге нөлмін, ондай білмейтін адам. Мен аяқ астынан құрағым келді дейді ал. Мен естимін, отырып алып, қиялдап отырмаймын, мен оны білмеймін. Барамда құрақ құрай алатын адамнан естимін, әдісін сұраймын, құпиясын, тәсілін сұраймын. Сол сияқты дүние ғой. Сондықтан кәдімгі өзіміздің жасымызға сай өсуіміз керек те.
қыздар. Жоқ, кішкене арзан қылса, ойбай. Арзан түрі де бар ғой. Арзан түрі де бар ғой. Арзан түрі. Оның барлығы мысалы бізде жаңағы қалай айтайын, сіз жаңағы адамдарға аяушылық, мейірімділік дейді. Бізде мейірімділік жоқ па? Бізде аяушылық, ол сол ақылдасып шешілген нәрсе ғой. Значит, сіз әлі бұған дайын емессіз деген сөз ғой. Нукустан сәлем дейді. Қалыңыз қалай? Көрдіңіз, жан жақтан хабарласып отыр. Нүкісте шәкіртім жоқ. Нүкіс деген қай жақ еді? Қарақалпақстан ба? Өзбекстан? Қателеспесем сол жақ, иә? Сеанс жасаймын я мынау. Мына жақта бірнеше адам кіріп, 4 адам отыр екен. Қыздар, сеанс жасаймын. Шықпаңыздар қазір. Уже мен сеанс жасаймын. Қарақалпақстан, иә? Кеш жарық. Жасыңыз қанша дейді? Жасым 49 жастамын. 31 жасымнан өзін-өзі тануды, өзін-өзі дамытуды бастағам. 4 баланы тудым, тұрмысқа шықтым, өзім 4 ұлдың ортасында өскен, жалғыз еркелеп өскен қыз едім. Сосын біздің кезде жаздым ғой, экономиканы құлдыраған, сондай свет жоқ. Сондай кезде 4 баланы дүниеге әкелдім. Сол кезде басталды немді қараңыздаршы, мен жайлы деген нені постымды бүгін салды қыздар. Фотом бар, қып-қысқа шашымен түрім қандай болған. Содан өзімді өзім алып шықтым ғой, өзім біліммен, өзімнің өмірге құлшынысыммен алып шықтым. Ертең емес, демалыс күні, воскресенье күні, 1 ақпан күні, февраль күні Астана қаласында қыздар не болады бізде? 5.000 теңгеге офлайн мастер-класс болады. Сондықтан келсеңіздер болады. Мынау тиктоктың қыздары, мен тиктокқа анда-санда шығам, негізі неге кіріп алыңыздар. Мына тиктоктың менің профилім бар ғой, бастапқы бетімде ссылка тұр, сонымен басып, менің WhatsApp группама кіріп алыңыздар. Сол жерде барлық ақпарат толық айтылады. Қашан сеансқа шығам, соның барлығы сол жерде айтылады. Соған шығыңыздар. Бұл негізі ер адамдар кіріп жатыр ма? Әйелдерге арналған, қыздарға арналған парақшада. Ер адамдар өтіп кете берсеңіздер болады. Бірақ ер адамдар да кіре беруге болады. Бірақ өзіме комфортно дейді ғой, әйел адамдармен сөйлескен жайлы. Саламатсыз ба, Нүкіс, Өзбекстан дейді. Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым. Оралға қашан келесіз дейді. Енді Оралға жаңағы менің чатыма ана жол қыздар анкета алып атты ғой. Кемі 5 адам жиналса Оралға барам. Менің Оралда керемет өзімнің шәкірттерім бар. Соларға өзімде барғым келіп жүр. Оралға қаласы маған қатты ұнады. Жап-жасыл керемет жер екен. Өте қатты ұнады. Саламатсыз ба, Қырғызстаннан біз дейді, Москвадан көріп жатырмыз. Сіз постоянно қатысасыз, е? Осы алдында да бір шығып жүретіңіз ғой. Қуаныштымын, сіздерде қалай? Москвадан, қырғыздарымыз дейді. Нүкістен дейді. Әр жақтан қатысады. Сондықтан энергия шексіз ғой. Бұның барлығы, мысалы, мен сіздерді өзімнің ең бастысы бұнда көрінбейтін нәрсе энергиямен тартып тұрмын да. Сондықтан энергияларыңызды реттеңіздер. Адамның энергиясы таза болса, энергиясы жоғары болса, денсаулығы да күшті болады. Қарым-қатынасы да керемет болады, ақшасы да көп болады да. Сондықтан энергия бұл сіздің жанар жағар майыңыз. Доллардан да, валютадан да, рубльден де, теңгеден де қымбат валюта да. Қазіргі заманның ең қымбат валютасы бұл энергия. Сондықтан космо энергетика курсына мен сіздерді кәдімгі без угрызений совести дейді ғой, ешқандай арым мазаламай сіздерді курсқа шақыра аламын. Өйткені мен білем, егер осы соны практиковать еткен адам, егер ниеті түзу болса, шынымен ерінбесе, өз өміріне жауапкершілікті алса, айтқанды бірге бір жасаса, міндетті түрде өзгереді. Мысалы, менің шәкірттеріммен нәтиже өте көп қой. Өзімді айтпай ақ қойшы, өзім таңертеңнен кешке отырып мақтана береді екен деп қою мүмкін. Оралдан 1,8 сантиметр грыжасы 1 сантиметрге азайды. Зайгүліміз отыр, мысалы, Алматыдан жолдасының гепатит Б, С-сын жазып алып, өте күрделі аурулардың бірі ғой, гепатит деген қанның бұзылуы.
Мысалы соның IELTS жаңағыдай анализі 1800 еді. Күніне бәленбай 5-6 дәрі ішетін еді. Қайта-қайта ауруханамен 2 ортада жүретін еді. Соның бәрі артта қалып, жаңағы IELTS 13-14-ке түскен. Керемет емес пе? Мысалы, дәрігерлер кәдімгі медицинаның жазылмайды деген. Осылай қайта-қайта дәрі ішіп жүресің, больницаға келіп жатып шығып сөйтіп жүресің деп айтқан. Мысалы, ауыр көтермейсің. Ол ер адамға ауыр көтермеген қиын ғой. Мысалы, жол өз-өзіммен Алматыға барғанда көрдім жолдасын. Ауыр да көтереді, машина да жүргізеді, дәрісін да тастаған. Керемет емес пе? Керемет. Сондықтан мен ешқандай жаңағыдай мен ондай немен өтірік ақша жинап жатсың, лохотрон деген ондай неден өтіп кеткем. Өйткені білем, нәтиже өте көп. Тағы да қандай толып жатыр енді айта-айта. Аузым талды. Сондықтан қайырлы кеш, адам деген бір нәрсеге неше айда жазылды дейді. Онда әр адам әртүрлі жазылады, бірақ Зайгүл 2 ай ма 3 ай ма? 2,5 ай ма солай ойдым. Курс қанша тұрады дейді. Курс жаңағы 260 мыңдығы бар, 368 мыңдығы бар, әртүрлі енді 700 бірдеме мыңдығы бар. Ол жаңағы каналдардың санына байланысты ғой. Бұл канал дегеніміз кәдімгі түсіп тұрған энергия ғой. Соны жаңағы орыстың ғалымы Петров жылдар бойы зерттеп тапқан ғой. Мысалы, сүйекке арналған канал бар, бір отты канал бар. Мысалы, отты каналға тұрған кезде, қосқан кезде, ол менің денемді өртемейді. Нені өртейді ол? Менің мына біздің іші сыртымыз, әрбір атомымыз біздің неден тұрады ғой? 99% энергиядан тұрады. Сол энергия адамның энергиясын өртейді. Жаңағыдай адамның жаңағыдай негативті қара энергиясын өртейді. Сондықтан адам бір жаңадан шыққан бір нәрсеге сену керек та, сену керек. Сенбесеңіз онда айтып отырмын ғой, мынау қазіргі ұстап отқан жаңағы біреуіңіз Нүкістен, біреуіңіз жаңағы Москвадан, біреуіміз Астанадан, біреуіміз Алматыдан қатысып отырмыз ғой. 2 ай дейді. Онда мынау телефонға да сенбеңіздер, ұялы телефонға да. Мүмкін сым көріп тұрсыз ба, мысалы, осы Астанадан Москваға дейін жүріп тұрған сым бар ма? Мына байланыс қайдан? Күмәнмен қараңыз онда. Оны керек канал болғанда, таңдау болады енді ауруыңызға, бірақ бізді ақымақ емес, біз жаңағыдай базовый дейді ғой, маңызды адамға керек каналдарды өзіміз реттеп дайындап қойғанбыз да, сосын енді 1-2-үшеуін жаңағы, мысалы, әркімнің ауруына байланысты кішкене өзгертуіміз мүмкін. Бірақ ол негізгі базовый нені дайындап қойғанбыз да, бізге бәрібір ол қай канал мәселе, ол ана каналды бергім келмейді, мына каналды беремін емес. Соған келтіріп қойғанбыз ол. Енді ол оқымағасын мен сіздерге толық түсіндіре алмаймын, ол үшін оқу керек. Бір нәрсеге адам жаңа нәрсеге сену керек қой. Айтып отырмыз ғой, айналайын, мысалы, гайморит аллергиямен 8 жыл, 7,5 жыл өтірік айтпайын, 7,5 жыл, 8 жыл ауырғам. Антибиотикті алдым, өзінің аппараты бар, бір кукушка деген, ку-ку-ку деп жатады, мынандай суды айналдыратын. Батпен де емділдім, бәрі уақытша. Көрдіңіздер ме? Сондықтан қазіргі заман күрделі, кішкене адамна жүрегін дейм ба, санаңызды бір жаңа нәрсеге, ғылым білімге ашу керек та. Мына бұрынғы заманда аңсайтын адамдар бар, соларға таңғалам бар ғой. Өмірді соғып отырады сайрап, өмірді қиындатпа, жегің келсе же, ішкің келсе іш, келді ұйықта, ақылды анаңнан сұра, әкеңнен сұра деп. Ол бұрынғы заман өтті кетті, ол бұрынғы СССР кезінде, мысалы, алғашқы қауымдық құрылыста қандай болды? Адамдар топтасып жиналып, бір аңды атып алады да, соны жеп, ұрпақ жалғастырса, бітті, миссия орындалды, иә? Алғашқы қауымдық құрылыста өмір сүріп көрген адамдай айтады дейді. Одан кейін, мысалы, соғыс кезінде бәрі алға, отан үшін, жер үшін деп жүрді. Енді СССР кезінде, мысалы, біз сол кезде өмір сүрдік. Советтік республикалар, Россия мен одақтасы, 15 одақтасы кезде қандай болдық? Барлығын адамдардың киімдері шамалас, барлығымыздың өмірімізше таңертең тұрып, жұмыртқаны қуырып, жұмысқа барып, обедте келіп демалып, кешке 6-ға дейін жұмыс істеп, сосын сериал көріп, тып-тыныш бітті. Ешкім ештеме артық нәрсені қиялдамайды, армандамайды. Барлық адамдар ұқсас, шамалас, сәл ғана разница, бір-бірінен айырмашылығы. Миссия орындалды, бітті. Басқа не керек? Ал қазір заман, ол заманды аңсамай-ақ қойыңыздар. Сол заманды аңсайтын адамдар өмірді қиындатпа, бүйтпе, сөйтпе деп шыға келеді. Ол заманды сіз 10 рет, 1000 рет айтыңыз, 100 рет айтыңыз, бітті. Неге мысалы
басында мысалы телефонның өзі Nokia-мен ұстадық, иә. Қазір мынандай керемет айфондар, неше түрлілер шығып жатыр, мысалы. Неше түрлі жаңа желілер қосылып жатыр, әлеуметтік желілер. Сол сияқты соның бәрі дамыған кезде не адам дамымай ма сонда? Тек қана техника неше түрлі дамып, жаңа бәрі дамиды да, сол адам дамымайды сонда, иә. Адам да дамып жатыр. Соның бәрін дамытып жатқан, шығарып жатқан адамдар ғой. Адамның да табиғаты деймін бе, адамның да қалпы өзгеріп жатыр да. Энергия қазір айтып отырмын ғой, сіздің ақшаңыз, долларыңыз жайына қалады. Қазір ең маңызды энергия. Енді айтып отырған космоэнергетика, сол тікелей сіздің энергияңызды, энергетикаңызды тазалайды, соны көтереді, соны реттейді деп айтып отырмын ғой. Басқа қалай айтайын. Сондықтан ілессеңіз ілесіңіз, ілеспесеңіз сөйтіп ауру сырқау болып жүре бересіз де. Мысалы кезінде, пандемия кезінде қаншама адамнан мысалы айырылдық, иә. Сол кезде мысалы неге медицина бәрін алып қалмады? Сондықтан бірақ біз медицинаны жоққа шығармаймыз. Медицина керек, міндетті түрде. Медицинаның жетістіктерін пайдаланамыз. Бірақ медицинамен қоса осындай бір жаңағыдай ілімдерді деймін бе, осындай бір әдіс тәсілдерді пайдаланбасақ толық жазылмаймыз. Мәселені, проблеманы толық шеше алмайтын заманға жеттік. Оны енді соны мойындау керек, көрдіңіздер ме? Медицина міндетті түрде керек. Медицинаны жоққа шығарып отқан жоқ. Медицинаны керемет жаңашыл неше түрлі ол жақта қарқынды дамып жатыр ғой, мысалы қай жақ болсын дамып жатыр. Сондықтан медицина да керек, мынау да керек. Өтте тас бар, не істейін дейді. Оқисыз. Космоэнергетика курсын оқисыз, сосын барып айтамыз. Врачтарға да қараласыз, былай да нетесіз. Бізде арнайы тасты үгітетін деймін бе, измельчить ететін жаңағыдай канал бар арнайы. Мен қазір сізге не айтайын? Келіңіз, ол өттегі тас, мысалы сіз қазір сол дәрігерге емделсеңіз, сол себебін емдемейді, салдарын ғана сол өттегі тастыға операция жасайды, соны аламын деп сөйтіп ала алса. Ал ол өтіңіздегі тасты жайып медицина алып тастайды. Әрі қарай сіздің басқа жерден тас болмайтынына, басқа жеріңіздің қайтадан ауру шықпайтынына гарантия жоқ. Өйткені ол тас, сіз анадан туған кезде сіз өтіңізде тас болып туған жоқсыз ғой. Оны жаңа өзіңіздің жаңа мінез құлқыңызбен, өзіңіздің жаңа энергияңызбен, өзіңіздің жаңағы эмоцияңызбен, өзіңіздің өмір сүру салтыңызбен сіз анадан туған жаңағыдай тап-таза жаңа деймін бе, денсаулығымызды біз осындай жағдайға жеткіздік. Енді оны артқа қарай қайтадан реттеу керек. Әйтпесе өттегі тастан мысалы бір операция жасатып өліп талып, әйтеуір құтылсаңыз, басқа жеріңізден бірдеме шығады. Соны түсінетін заман келді. Біз мысалы тылсым әлеммен байланысты екеніміздің дәлелі, бізде мысалы ой барын, мысалы тиктоктағылар да, мынау инстаграмдағылар да адамда ой бар екен ешкім отрицать етпейді ғой. Ешкім жаңағыдай оған менімен дауласпайсыздар, иә? Ой бар ма? Адамда сәпсем санасыз болмасаңыз, адамда ой бар ғой, бар. Бірақ сол ойда бар эмоция, яғни сезім де бар, иә? Сол ойды, эмоцияны қолына ұстап, мынау менің жаңағы былай деп ойлаған ойым, дәмін көріп, түсін түстеп сөйткен адам бар ма? Немесе мынау мен жаңағы қуанған эмоциям ғой, мынау мен жаңағы жылағаным ғой деп көзге көре аласыз ба? Жоқ. Бұл ненің дәлелі? Бұдан не білуге болады? Біздің жаңағы тылсым әлеммен байланысты екеніміздің дәлелі ғой. Мына энергия да сол сияқты ғой. Энергия тіпті біздің 99%-імізді құрайды. Энергия көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды, бірақ ол көзге көрінбеген жоқ нәрсенің бәрі жоқ деген сөз емес. Ойды сіз мысалы мойындайсыз ғой, ой мен эмоцияның бар, бірақ көзге көрінбейді. Сол сияқты энергия да бар, бірақ сіз көрмей тұрсыз. Сіз мысалы біз денемізді осы жаңағы саунаға, моншаға, баняға түсіп, осы қатырып тұрып жуынып аламыз да, қайтадан бір терлегеннен кірлеп кетеміз, ертең кірлеп кетеміз, гарантия емес қой. Адамның энергиясы да солай да. Мысалы қазір менің тегін сеансыма қатысып, күшті болып тазарынып алдыңыз, есе баняға түстің деңіз алып. Сосын қайтадан ашуланасыз, біреуге ренжисіз, немесе бір қызғанасыз, қайтадан жаңа сіздің немесе сізге біреудің жаңағыдай тіл көзі дейсіз ғой, негативті энергетикасы өтеді. Не істейсіз? Қайтадан кірлеп шыға келесіз. Сол үшін ол жаңағыдай тегін сеанста жүріп, ән жерден бүйтіп, жерден бүйткені ол ешқандай проблеманы шешпейді, оқып алу керек.
еще сіз оқып алып өзіңізді реттейсіз, еще айналаңыздағы жақындарыңызды реттейсіз. Көрдіңіз бе? Сондықтан солай. Опущение матка емделеді. Бірақ көрдіңіз бе, бұнда өттегі тасты, опущениеде кез келген нәрсенің барлығы емделеді. Бірақ қалай айтсам, бұнда кәдімгі еңбек, бұлда бұған да сабырлық керек. Кәдімгі бірге бір жасау керек. Даже екі почкасы диализге түсіп қалған неде Шымкентте бір келіншек бар, қыз, жас келіншек, Меруерт деген. Диализден шықты. Рақат емес. Мысалы, сол сенбей, емделмей жүрсе, тек қана жаңағындай каждый раз диализге барып жүрсе, мысалы, не болады еді? Соның неге апаратын белгілі ғой. Ал барып та мына бір нәрсеге сеніп, өз-өзімен жұмыстанып, еңбектеніп, реттеп еді, барып та диализден құтылды. Рақат емес пе? Рақат. Мысалы, жаңа Зайгүл отыр, міне, 2 айда жолдасын гепатит Б-дан емделіп алды. Соған сенбей, сіздер сияқты емдемей, сөйтсе, мысалы, жүреді, әлі одан курсы қымбат деп отыр ғой бір адам. Одан да қымбат ақшасы кететін жаңа. Өйткені тегін медицинаны білесіздер ғой, Қазақстанда концасына жете алмаймыз. Анализді, мысалы, бір порталға тұру үшін де порталға тұратын уақытпен анализдің срок өтіп кетеді, бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді. Ол пока сіз жаңағыдай направление алғанша, ол направление алу үшін терапевтке очередьке тұрасыз. Ол терапевт қабылдап бір-біріне сәйкестендіру қиын. Ондай кездері біз көбіне істейміз, ақылы, яғни платный анализдер тапсырып сөйтеміз. Сөйтіп қаралып атамыз. УЗИ-дің концасына жете алмайсыз, тегін оны күтіп жүрсеңіз. МРТ-да солай. Соңдық жаңағы космоэнергетика курсынан артығымен ақша кетеді. Шетелді аралап келіп жүрттер, бүйтеміз, сөйтеміз. Ал мынау дайын тұрған нәрсені пайдаланғысы келмейді. Өйткені өзінің үйреншікті, өйткені түп саналы түрде ол жазылғысы келмейді. Жоқ, жаңа логикамен айтсам, қазір сіздер ашулануыңыз мүмкін. Неге мен ауруды мен қалаймын ба, не мен жазылғым келеді, неге деп. Жоқ, ол логикамен сөйлетсе солай, бірақ үйреншікті зонада, сөйтіп ауырған жағдайыңыз сіздің үйреншікті және қалыпты жағдайды сіз түп саналы түрде қабылдап қалғансыз да, есеп түп санада сіз мен аурумын деген программа тұр да. Ал былай логикамызды сөйлетсек, қазір мен сізбен сұхбаттасам, жоқ, неге мен аурудан құтылғым келеді, шаршадым, жазыламын деп, мысалы, мен дауласуым мүмкін. Неге жазылмайсыз? Неге жаңағындай әртүрлі мынандай әдіс тәсілдерді зерттемейсіз? Өйткені сіздің түп санаңыз оған бағынып қалған. Түп санаңыз уже ауруды қабылдап қойды да, болды, мен аурумын деп. Ал түп сана адамның өмірін 95%-ке басқарады. Көрдіңіздер ме? Сол үшін ойланыңыздар, түп санаңызда қандай, айналаңызбен алыспаңыз, өзіңізді, мысалы, денсаулықтан проблема ма, ақшадан проблема ма, қарым-қатынастан проблема ма, жауабын сырттан іздемеңіз, ішіңізден іздеңіз, өзіңізден іздеңіз. Соған менің көзім жетті. Не жазып жатсыздар? Менің туыс бауырым рак желудка, мен ауырады дейді. Жаз бойы келейін деп шақырғанда сенбей келмеді. Өткенде ауылға барғанда емдедім дейді. Сонда 8 ай бойы жылымаған аяғы жылып, содан кейін сене бастады дейді. Нұржанова Төлеуе, сіз космоэнергетсіз ғой? Солай сенбейді адамдар, сенбейді. Ол сенбегеннің әр жағында егер түп саналы түрде жазылам, қайтсем жазылам деген адам болса, ол әртүрлі варианттарды іздейді ғой, әртүрлі нұсқаны, әртүрлі жол іздейді, аурудан жазылудың. Ол өйткені неге? Уже подсознательно уже ауруға беріліп қойған адам ғой. Сосын іздемейді. Сол үйреншікті қабылдап қойған, мен аурумын деген мәселен, мен аурумын деп. Қарызға кіріп кеткен адамдар сол, ой, мен қарыздан құтылғым бүйтем сөйтем дегенмен, түп саналы түрде уже өзінің сонда мен кедеймін, мен қарызбын, болды, менің қолымнан түк те келмейді деген шешімді уже түп саналы түрде қабылдап қойған ғой. Әйтпесе несі көп оның жолдары. Мен жаңағы өзімнің онлайн, офлайн мастер-классымда соның бәрін тәпіштеп түсіндірем. Сондықтан келіңіздер, онлайнда жүргізем, офлайнда жүргізем. Өзгерем деген адамға көп. Космоны оқыған дейді, өте керек білім дейді.
солай. Енді мысалы жаңа нәрседен бір ілім білім бір жаңа бір нәрсе шықса, кешенде емделу керек дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Мына жақта тиктокқа да қарап қою керек ғой, мен инстаграмға қыздарыма қарап отырмын. Жаңалыққа адам жүрегін аша білу керек та. Ғылым, білім, жаңағы өнер, музыка ешқандай дінге, ұлтқа бөлінбейді. Соның дәлелі Димашымыз тек қана қазақтарды, тек қана мұсылмандарды дін көзайымына айналып жүрген жоқ қой. Қаншама шетел, Европа дейсіз бе, басқа діндегі, басқа ұлттағы адамдар тілімізді түсінбесе де сол Димаштың өлеңінен тыңдап, содан кәдімгі жазылып бір керемет болып жүр. Ол дегеніміз не? Онда ешқандай оның шекарасы жоқ. Мына ғылым білімдігі де сол. Мысалы, әрбір сонда ұстап отырған біздің смартфонымыз қазақтардікі ма, әлде мұсылмандардікі ма? Қытайдікі ма, кәрістікі ма, басқа ұлт, басқа дін, мысалы. Ұстап жүрміз, бала шағамызға да беріп қойып, өгізді күмәнданбаймыз. Бұндай қалаға келгенде күмәнданып шыға келеміз, пайдалы нәрсе. Өйткені оның арты неге күмәнданатын адамдар шындап, шындап өзгеруге дайын емес. Жай, жаңағыдай ұрандатып жүрген адамдар ғой, жай сөйлетсең, бүйтем өзгеру керек, бүйтем. Түп санамен түрде жоқ, осыған көндім деп, ауру ма ауру, қарыз ба қарыз, быт-шыт қарым-қарым, осыған көндім, осылай өмірім өтеді деген түп санасын сөйлетсе. Музыка терапия дейді ме? Мына жақта жылы. Қазір бізде міне энерготерапия болады. Міне бастайық. Ойбай, мына жақта бар ма екен музыка? Мен мына екі телефоным екеуін екі жаққа қосып қойыппын ғой. Мынадан бар ма екен? Музыка мынадан қосайын енді. Қалай болса мүмкін. Қазір мені жаңадан терапияға қатысатын адамдар, мені былай қараңыздар. Ешқандай, әсіресе тиктоктағылар бұрын мені танымайтын оқырмандар шығар, бірден айтайын. Ешқандай емші, бақсы емеспін. Қарапайым адаммын, одан қалды профессиональный психологпын. Дипломым бар, білімім бар, ол бір. Енді мен қазір сіздерге не жасаймын? Мен қазір сіздерге музыка қосам. Ол музыка ешқандай емдемейді, бірақ музыка сіздердің денелеріңізді босаңсытып, миыңызды альфа состояниеге түсіріп, яғни сізді тынышталдырады. Сіз жаңағы состояниеге кішкене босаңсып, сізге жаңағыдай канал жіберем. Сондықтан мен қазір мына жерден кетем, мен күтіп отырмын, мынау қашан келеді деп. Тек қана музыка қосып қоямын да, анау кең жерге барып, мен сіздерге жаңағыдай Петровтың каналдарын бағыттаймын. Енді сіздер не істейсіздер? Тұрасыз, көзіңізді жұмасыз да, денеңізді бос ұстайсыз. Бүйтіп қақиып, бүйтіп сіресіп тұрудың керегі жоқ. Бос ұстаңыз да денеңізді. На клеточном уровне әсер етеді. Ешқандай бақсы балгер емес, просто космоэнергетиканың каналдарын сіздерге жаңағы бағыттап отырмын да. Оны ашқан мен емес, Петров деген ғалым, физик, медик, сол. Түсініңіздер ме? Ал бастаймыз. Сіздің сабағыңызға, мен сіздің сабағыңызға қатысып өмірімді өзгерткім дейді. Керемет. Так. Енді музыка қосайын. Музыканы қайдан тапсам екен? Мен ана сот... не бар екен, бар. Жоқ, шықпай тұр. Бір 20 минуттай сеанс болады. Қазір 21:10, міне 21:30-ға дейін тұрасыз, көзіңізді жұмасыз, денеңізді бос ұстайсыз. Мен іздемеңіз, мен ана жерде тұрам. Кең жерде. Ал, кеттік.
Так, қыздар, болды. Не айтасыздар, кері байланыс жасап жүрсеңіздер. Кімде қандай болды өзгеріс? Әркімге әртүрлі әсер етеді. Өйткені әркімнің энергетикасы әртүрлі, әркімнің состояниесі әртүрлі, әркімде әртүрлі проявляться. Жазып жүрсеңіздер. Әсер етпесе, ештеңе әсер етпейді деп жазыңыздар. Оның да себебін қарастырайық. Тер шықты дейді. Мына көп адам жиналған кезде энергетика мощь болады шын. Балқыдық дейді. Сайгүл, мың алғыс дейді. Кеш жарық дейді. Мына жақта отырған 3 адам не айтасыздар? Алла разы болсын дейді. Рахмет, көп энергия болып чудо ғой дейді. Көп рахмет дейді. Кімде қандай өзгеріс болды? Тербелдім дейді. Әркімде әртүрлі, көрдіңіз бе? Терледім дейді, тербелдім дейді. Менде де өзіме де білінеді. Рахмет, жел шықты, басым ауырды дейді. 10 минут бұрын кірдім дейді, қайырлы кеш. Ештеңе байқамадым. Ештеңе байқамайтын адамдарға айтайын, ол себебі, оның себебінің бірі, жаңа адам логикаңызға маза жоқ та, денеңізді сезбейсіз. Денеңізді сезбей қалғансыз, өйткені здесь сейчас дейді ғой, дәл қазіргі сәтте бола алмайсыз. Денеңіз себебі сол болуы мүмкін, немесе денеңіз әбден жаңа уайым, қайғы, өкпе, реніш, қызғаныштан блокталып, жаңағыдай аураңыз блокталып қалуы мүмкін. Сол кезде бірдеңе сезбейсіз. Екі себептің біреуі болады да. Өйткені сіз де ет пен сүйектен жаралғансыз. Бізде солай, бізде де энергия бар, сізде де энергия бар. Ол солай да, негізі екі себеп содан. Миыңызға маза жоқ та. Здесь сейчас дәл қазіргі сәтте кішкене денеңізді босаңсытып, ештеме ойламай, емін еркін тұра алмайсыз да, денеңізді сезбейсіз содан. Құлағым тас болып бітіп қалды дейді. Мен әркімде әртүрлі. Рахмет дейді. Аспанда ұштым дейді, денем босап, жеңілдік болды, денем тербелді дейді. Мен тоңғақпын, терлей алмаймын дейді. Енді бүгін терлемедіңіз бе? Бірнеше рет қатысыңыз сол кезде. Не жасадыңыз дейді. Не жасаған кезде сіз бірден айтайын, мен ешқандай емшілік, бақсылық қасиетім жоқ. Петровтың каналдарын сіздерге бағыттадым. Енді оның не екенін түсінбесеңіз, күнде мен эфирге шығам, сол кезде қатысыңыз, болмаса парақшамды зерттеңіз. Біраз ақпараттар бар. Тіпті болмаса неден қараңыз, интернеттен қараңыз. Кеш жарық, алғысым шексіз дейді. Көзден жас ақты, тербеліп тұрдым дейді. Әркімде әртүрлі. Мен жұмыста едім, кіре алмадым, тек музыкасына тыңдадым дейді. Сіз күнде қатысып жүрсе, үнемі асығып жүремін дейді. Содан көрдіңіз бе? Ол сіз үнемі асығып жүрсеңіз, яғни сіздің миыңыз, мидың толқындары жоғарғы бета жиілікте жүреді, яғни маза жоқ та, сіздің жүйкең, ол деген жүйкені жұқартады, сіздің әрбір іс-әрекетіңізде керемет жаңағыдай қуат дейміз бе, энергия болмайтын жанталас кәдімгі. Ол адам жүйкесін жұқартатын нәрсе де, тынышталу керек, тоқтау керек та адам. Басым ауырды, тербелдім, көп рахмет дейді. Көрдіңіздер ме? Сондай нәрселер. Әйтпесе ешқандай сиқыршы, бақсы, жаңағыдай емші емеспін. Мен психологпын, диплом бар, психологпын, адаммын. Тек қана жаңағы Петровтың, ғалымның, жаңағы физик, медик өзі, орыстың ғалым Петровтың ашқан ілімін үйреніп, соны сіздерге бағыттап отырмын. Енді бұл энергияға сенбесеңіз, каналға сенбесеңіз, онда мына ұстап отырған телефоныңызды атып жіберіңіз лақтырып. Онда телефондағы байланысқа да, связьға да сенбеңіз да, Wi-Fi-ға. Басым ауырып, жүрек қысым болады дейді. Болды ма, болады ма? Былай жалпы болатын болса, бізде қысымды бар ғой, давлениені, мысалы, сіз дәрігерге қаралсаңыз, не дейді ол? Сізге назначение жаңағыдай бір дәріні береді, соны жылдап, айлап ішесіз. Сол кезде жаңағы не дейді?
ол сізді емдемейді, жай уақытша түсіреді. Ал егер осы энергетикалық тұрғыда, осы космоэнергетикамен ұзақ уақыт кәдімгі шындап емделетін болсаңыз, кәдімгі мүлдем алып тастайды да. Бұл өйткені энергетикалық тұрғыда на клеточном уровне емдегендіктен сіздің жаңағы айтып отырмын, себебін алады, салдарын емес, себебін емдейді да. Көрдіңіз бе? Бір ситуацияны уайымдап отыр едім, дер кезінде қосылдым дейді. Сеансқа тынышталып қалдым дейді. Мың алғыс. Тынышталдыратын да жаңа мен каналды бақ. Ондай да бар. Тынышталдыратын, әртүрлі каналдар бар, енді уникальный қылып жасаған ғой. Түрлі адамның өміріне қатысты, адам болғасын әртүрлі ситуация болады, әртүрлі жағдай болады. Соның барлығын реттейтін, сіздің космоэнергетика сіздің ең бірінші байлығымыз денсаулық қой. Денсаулығыңызды да реттейді, қарым-қатынасыңыз да реттеледі, санаңыз да ашылады, ақша потогыңыз да ашылады. Сіз бұнда қорғаныс деп айтамыз ғой, қорғаныс, защита да бар, мысалы, неше түрлі нәрсе бар енді, прям уникальный нәрсе. Мен өзімнің өмірімді космоэнергетикаға дейін, кейін деп бөлем. Космоэнергетика маған сенімділік берді, кәдімгі өзімді бір толыққанды адам болуыма бір септігін тигізді. Өйткені бұның инструменті, каналдары өте көп. Бұл жерде мыжып, әңгіме қылып сөйлесіп отыратын нәрсе емес, бұл дегеніңіз кәдімгі алда пайдалан. Сондай. Мен бүгіндікке денем ауырлап, басым ауырып жүрген дейді. Жеп жеңіліп болып қалдым дейді, созылып. Рахмет. Керемет. Әселхан. Ойға түсіп, басым ауырып, ашу басым болып тұр дейді. Сол, значит, бұл жосын бір ғой, космоэнергетиканың каналдары қоздырып, ушықтырып барып емдейді. Кейбір әркімде әртүрлі не болады, процесс әртүрлі жүреді. Көбіне жаңағы мысалы сіздің ішіңізде агрессия көп па, соны мысалы қоздырып барып кетеді бірнеше сеанстан кейін, мысалы солай. Әркімде әртүрлі. Игромандар емделеді. Бірақ игромандар емделеме қалай емделеді? Оны енді космоэнергетиканы оқиды, сосын барып емдейсіз. Ол жаңағы алкоголизмнен де, наркоманиядан да ең қиыны игромандарды емдеу екен. Өйткені игромандардың басы күш істейді ғой. Олардың басы күш істейді. Бірақ жаңағындай өзінің несі жаңағы тәуелділігі ғой. Оларды ұзақ емделеді. Бірақ соларға арналған канал бар бізде, емдейтін жолы. Бірнеше жаңағы техникасы бар. Оны өзіңіз оқисыз да емдейсіз. Басқа амалы жоқ. Ұйқы дұрыс болмай жүреді, ол да реттеледі. Балаларыма түсіндіріп жеткізе алмадым дейді. Бір есебін тауып оқып алып дәлелдеп беремін дейді. Жоқ, сіз пока дәлелдемеңіз, өзіңіз оқып алыңыз. Бұл жерде бала жоқ қой отырған. Сіз үлкен адамсыз. Өзіңіз бірдеме оқып алыңыз да, бірінші өзіңізді реттеңіз. Сол сізде өзгеріс болған кезде олар өздерінен өздері сенетін болады да. Бірінші сіз өзіңіз денсаулығыңызды, мінез-құлқыңызды, санаңызды, іс-әрекетіңізді реттеп алыңызшы. Сол кезде олар сіздегі өзгерісті байқайды да, өзінен өзі сізге қарсы білдірмейтін болады. Аман болыңыз дейді. Рахмет. Сізден оқуға бола ма? Болады. Мына жерде кім? Зайгүл барсың ба, жаным? Әселханның номерін жазып жүрші. Мен нетейін, прикрепить етіп қойын, соны скриншоттап алыңыздар. Болмаса жаңағы менің инстаграм парақшамның жирный ссылкасы тұр ғой жаңағы бетте. Соны басып қалсаңыз, менің WhatsApp группама шыға келесіздер. Сол WhatsApp группада менің жаңағы көмекші қыздарым, командам сіздерге кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Мысалы, ертең демалыс күні, воскресенье күні осы Астана қаласында 5 мың теңге тұратын мастер-класс болады. Егер онлайн сенбеймін десеңіздер, шынымен бетпе-бет менімен жүздесіп, менімен әңгімелесіп, жаңағы сұрақ қоям, жаңағы сеансқа тікелей қатысам десеңіздер, келіңіздер. Бар болған 5 мың теңге. Бар болған 5 мың теңге келіп сіздерге жаңағыдай сеанс жасаймын. Не болып кетті? Сіздерге сеанс жасаймын. Қалай өзгереміз дейтін, сол үшін білім алу керек та, сол үшін білім алу керек. Бірінші жаңа тым болмаса 5 мың теңгелікке келіңізші. Ол онлайнда болады, офлайнда болады. Мен Зайгүл қызым шығып кеткен ба? Номер жазу керек, сұрап жатқан адамдарға. В общем, жаңа инстаграм парақшамның
бастапқы бетіне кіресіздер ғой аккаунтқа, сол кезде жирный ссылка тұрады. Соны басып қалсаңыз, WhatsApp группа деп тұрады. Рахмет. Соған кірсеңіз, менің ақпараттық чатым бар. Кез келген сұрағыңызға жауап береді қыздар. Сау болыңыз, рахмет. Мынау біз через себя пропускаймыз. Араларыңызда аллергиясы бар адамдар отыр ғой, сол жаңа сеанстан өзіме беріліп тұр да. Бірақ ол мен аллергия болып қалмаймын, бірақ сол как сигнал ретінде беріледі де ма. Ұйқы немен реттеледі дейді. Асқазан, іш құрылыс мазалап жүрді, ұйқысыздық, изжога. Сіздің, значит, үшінші энергия центріңіз дұрыс жұмыс жасамайды. Енді осындай айтыңызшы, енді осының барлығын сізге дәрігер барлығын реттеп бере алмайды ғой. Дәрігерден тек қана не істейсіз, диагнозды білесіз да, осыны оқып алып, тапжылмай, қайтпай, талмай, әрғай практиковать етесіз. Сонда ұйқыңыз да реттеледі, асқазаныңыздағы шамалы ауруыңыз да кетеді. Плюс жаңағы асқазан қай жерде орналасқан? Үшінші чакрада орналасқан ғой. Қаржылық жағдайыңызды реттеледі, көресіз ғой. Бірақ бірге бір жасау керек. Өзіңізбен жұмыстарыңыз керек. Көрдіңіз бе? Бұны әсіресе әйелдер, біз жанкешті әйелдер қаптап кеткен ғой. Талдықорғаннан дейді. Талдықорғанға мен Алматыға келіңіз. Алматыда менде командамда Талдықорғаннан қыздар бар, бірнеше қыздар бар. Дәрігер тек қана дәрі береді. Жанкешті әйелдер қаптап кеткен, бала шаға, күйеуім, отбасым деп жанталасып, өзінде не денсаулық жоқ. Мен бұның бәрін құр сайрап, бір ойдан құрап айтып отқан жоқпын. Соңғы 1 жыл мен осы космоэнергетиканы активно, белсенді түрде практиковать етіп жүрмін ғой. Қаншама әйелдер алдымнан өтіп жатыр да, қарасаңыз, өлім мен өмірдің арасында онкология, неше түрлі ауру, бір келіншек жап-жас, 2 почкасында тас, қуық жол деймін, онда тасы бар. Тағы біреу, мысалы, 4-ші стадия, біреу жағы миома. Енді мен онда айтамын да, жанкешті әйелдер сөйтіп тұрып жаңағы ойлағаны бала шағасы, ойлағаны не? Қайтем, бүйтем, сөйтем деп. Енді айналайына, ол егер өзіңізде денсаулық жоқ болса, өзіңіздің ішіңізде энергия жоқ болса, өзіңіздің ішіңізде сүйіспеншілік жоқ болса, өзіңіздің ішіңізде тыныштық жоқ болса, бала шағаңызға, айналаңызға сіз не бересіз? Мысалы, балаға, енді бәріміз бірінші көбіне бала шағаны ойлаймыз, бірінші орынға. Бала шағаға бізден не керек? Бізден ең бірінші энергия керек, күш керек, қуат керек, анадан берілмей ме тікелей? Жылу керек. Ол сіздің ішіңізде жоқ, неңізді бересіз? Мысалы, мен қалтамда ақша жоқ болса, 4 бала шағама не беремін? Ештеңе бере алмаймын. Сол сияқты, егер өзіңізде энергия жоқ болса, бере алмайсыз ғой. Сол үшін алдымен шынымен бала шағаңызға жаныңыз ашса, алдымен өз-өзіңіз реттеп алыңыз. Өзіңіздің энергияңызды, қуатыңызды көтеріп алыңыз, тазартып алыңыз, өзіңіздің денсаулығыңызды көтеріп, жақсартып алыңыз, өзіңіздің санаңызды ашып алыңыз, өзіңіздің мінез құлқыңызды реттеп алыңыз, өзіңізді гүл қылып алыңызшы, сосын барып сізден пайда болады. Әйтпесе оларға уайымнан басқа пайда жоқ. Ал сіз жүрсіз жанкешті болып, мен жоқ осы бала шағаны үшін жанталасып жүрмін деп. Ол түптің-түбінде сіз ойлайсыз, мен қатырып жатырмын оларға, солар үшін деп, өзіңізге уақыт бөлейін десеңіз, өзіңізге ақша бөлейін десеңіз, как будто өзіңіз жаңағындай өзімшіл адам сияқты сезініп. Ол дұрыс емес. Сіз өзіңізді реттеп алып, өзіңіз жаңағындай денсаулығы мықты, өзіңіз керемет, көңіл күйіңіз жақсы, сондай адам, ішіңізде гармония, энергия, сондай адам болсаңыз, бала шағаңызға қуаныш сыйлайсыз, бала шағаңызға бақыт сыйлайсыз. Мысалы, бәріміздің де әке-шешеміз бар, мысалы, олардан, мысалы, маған қазір не керек олардан? Мен үшін жанкешті болып жүргендер ғой, маған олардың дені сау, көңіл күйі жақсы, энергиясы күшті болып отырса, міне сол маған бақыт сыйлайды. Сол үшін сол жағын ауыстырып қателесіп алмаңыздар. Өз-өздеріңізді реттеңіздер. Болды, шығам ойдым, мен графиктамын, оң болып қалды, уже. Ерте ұйықтап, ерте тұрайын деп жүрмін. Қайтадан бір арман мақсаттарым бар алдыма қойған. Соның бәрін орындау үшін бірінші дисциплина, тәртіп керек. Сөздің тәртібі, ойдың тәртібі, істің тәртібі, дененің тәртібі, энергияны тазарту керек, көтеру керек. Сондықтан айналаммен алыспаймын, қарақан басыммен айналсам, соның жаңағының бәрін тәртіпке келтіріп реттеймін.
сол кезде энергиям өседі, сол кезде арман мақсатыма жетемін, күшім көбейеді дегендей. Сол ал сіздермен қоштасам, тікелей эфирге. Депрессия болған жағдайда да бас ауыру болады, әрине болады. Сол депрессия деген бәле, ол жатып қалсаңыз барлық ауруды қозғайды ғой. Барлық ауруды қозғайды. Ал сіздермен қоштасам, эфирді сақтайын. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Ертең бұйыртса сағат 8-де кірем. Осылай тиктоктан да ашам, неден де ашам. Кіріңіздер.